төлеген талай көштен өтеді, көш алдына қараса бір қыз кетіп барады, шытырман көйлек үстінде құр сәулесі бетінде бұралып кетіп барады. Перінің қызы секілді осы екен деп қыз жібек жетіп келді қасына, Базарбайдың төлеген артынан келіп қаршыға, жібек емес деген соң одан әрі жөнелді. Ағай қасты бір көшке, көш алдына қараса бір қыз кетіп барады. Таң мезгілі болғанда шолпаннан туған жұлдызы, кигені алтын құндызы, пештен жаңа шыққандай бұл жалғанда қорғызы. Осы екен деп қыз жібек жетіп келді қасына, Базарбайдың төлеген артынан келіп қаршыға, жібек емес деген соң одан әрі жөнелді. Қаршығамен ілесіп төлеген көңілі түзелді, асығып жүрді ау кезенді, бір көруге жібекті төлеген мырза кезенді. Қаршығамен ілесіп жағалай салды өзенді. Сол уақыттар болғанда ағай қасты бір көшке, көш алдына қараса бір қыз кетіп барады. 30 түйе жетектеп сары майы үлектен, бұрындығы сары жез бидасын алған жетектеп. Осы екен деп қыз жібек атының басын бұрады, әңгіме дүкен құрады. Осы ма деп қыз жібек қаршығадан сұрады. Қаршыға жетіп келгені әзіл айтып күлгені, жібек емес деген соң одан әрі жөнелді. Тау басында қарағай төлегеннің мінезі болып кетті ау баладай, 11 қыз шықты тізбектеп, бәрі дау қалды ау жарамай. Сол уақыттар болғанда ағай қасты бір көшке, көш алдына қараса бір қыз кетіп барады. Орта бойды теңдеше, алтынды қамзол кигенше, шын сипатын қарасаң бұрынғы қыздан өзгеше. Алтын шашы кеседей көзінің екі қарасы, пештен жанған шамшырақ көзінің гауһар қарасы, туған айдай иілген екі қастың арасы, сымға тартқан күмістей 10 саусақтың саласы. Осындай болып туар ма адамзаттың баласы? Осы екен деп қыз жібек жетіп келді қасына, Базарбайдың төлеген артынан келіп қаршыға, жібек емес деген соң одан әрі жөнелді. Ағай қасты бір көшке, көш алдына қараса бір қыз кетіп барады. Қара жорға мінгені, қара торқа кигені, бұл секілді бекзат қыз іздеген төлеген жоқ еді ау сірә көргені. 80 түйе қомғалған, 80-і де болмаған, 80-нің үстінде алтынды шырағдан орнаған, асбақан екілемдер гүлменен орын тормаған. Қыз сипатын қарасаң ақтаныңде көшік жоқ, айдың гүлдің қолындай, екі көзі жылтылдай, патшаның алтын қолындай. Осы екен деп қыз жібек атының басын бұрады, әңгіме дүкен құрады. Осы ма деп қыз жібек қаршығадан сұрады. Қаршыға жетіп келеді, әзіл айтып күледі, жібек емес деген соң одан әрі жөнелді. Ертеңгі күн безінде зорға жеткені секілді, қыз жібектің көшіне келсе жібек жоқ екен, сол секілді